Қарындас, саламатсыз ба? Привет. Не, мысығың әдемі екен. Чё? Мысық әдемі екен. Мысық емес қой, кот десеңізші. Жоқ, енді қарындас, бұның қазақшасы мысық дейді бізде қазақтарда. Жоқ, кот дейіңіз. Мысық десеңіз ренжиді. Кот дейіңіз. Кот. 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 Кот болса кот. Бұл қалай болады екен қазір? Не қой қарындас? Жалпы котыңыз өзіңіздікі ме? Сіз қандай сұрақ қоясыз? Енді мен біреудің котымен жүрмейтін шығармын? Конечно, өзімдікі. Әңгіме жоқ. Котыңыз кішкентай екен, А өзімнің денеме жарасады, сізде бұндай кот та жоқ қой? Не ғой? Өзіңіз қап-қарасыз, котыңыз аппақ екен, Соған қарағанда күнге шықпайды ау дейм, Конечно, котым квартирадан шықпайды вообще. Бір түрлі иіс шықты ғой. Котыңыз сасып кетіпті ғой. Бұлай өзі котыңызды жуасыз ба өзі? Кот болған екен, конечно, жуасын. Таңертең кешке котымды 2 рет жуам. Жалпы котымды таза ұстайын десеңші. Қарындас, не ғой? Аңғайсыз болса да айтайын, енді айтуға тура келіп тұр енді. Котыңызды бір ұстап көрсем бола ма? Сіз танымайтын қыздың котын қалай ұстайсыз? Менің котымды ешкім ұстамаған. Тем более котымның қытығы бар. А мен мұжымайын? Котыңызды ашайын сипаласам бола ма мен? Сіз вообще, мен сізді қазір ағам айтып, ағау! Мына жақта біреу менің котымды